қалай дұрыс тұрамыз. Ыдышу барысында қыздар немесе баланы көтеру барысында басты ереже салмақты екі аяққа бірдей түсіру. Бүйтіп қисайып тұрмаймыз, міне, бір аяққа қисайып алып ыдыс баланы жоқ. Біз былай аяғымызды қисайтатын болсақ, жамбас кетеді, жамбаспен бірге омыртқа кетеді. Түзу осылай. Екіншісі, белді нейтралды қалыпта ұстау. Қараңыздар, біз белімізді ішке қарай қалтқанда, яғни гипертрофия жасағанда, ішіміз автоматты түрде алға кетеді де, бел омыртқаларына ауыр салмақ түседі. Осы кезде бізге көмекке келетін ол пресс, яғни ішіміздің бұлшықеттері. Прессті жиырдық, автоматты түрде іш кетіп, беліміз өз орнына түседі. Ал арттан салмақты өзіне алатын ол біздің жамбас бұлшықетіміз. Яғни көтенді бүйтіп жиырған кезде біздің еңсеміз түп-түзу болады, қыздар. Супер. Баланы да осылай түп-түзу қалыпта көтереміз.